Сөз Павлодар облысы әкімі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевқа беріледі. Сәлеметсіздер ме? Қадірлі ағайын, қымбатты зиялы қауым, киелі ертіс баян өмірі көптеген талантты тұлғалар шыққан өлке ғой. Бұл елден жалпы Қазақстанның мақтанышы болған атақты ақындар мен жазушылар, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, мәдениет пен өнер иелері шыққан. Мұны бүгін аймақтың әдебиеті мен мәдениеті, журналистика саласына үлкен үлес қосқан ақын, публицист, қоғам белсендісі Арман Қани ағамыздың мерейтойы аталып өтуде. Ағамыз 69 жылы Жас ұлан, бүгін осы фильмде айтылды, Жас ұлан атты саяси ұйым құрып, кеңестік жүйені батыл сынаған болатын. Сол үшін ол көп қиындық көрді. Мектептен қуылды, комсомол қатарынан шығарылды, басқа да әділетсіздікті көрген болатын. Алайда оған қарамастан Арман ағамыз Невада Семей азат қозғалысы, қазақ тілі қоғамын құруға белсенді атсалысты. Мұны бұл нағыз патриот, тіл жанашыры. Ағамыз туралы көп әңгіме бүгін айтуға болады, текті адамда айтуға да болады. Мен ойлаймын, басқа да кісілер, үлкен ақсақалдар айтатын шығар, ол жағын ақсақалдар айтатын шығар. Бірақ мен ойлаймын, ең бастысы Арман ағаның азаматтық және ұлтжандық қасиеті біздің жастарға үлгі. Бүгінгі таңда өздеріңіз біліп отырсыз, ол өте күрделі мәселе біз үшін болып отырған. Сондықтан, аға, бүгін сіз облыстың әдеби ортасын дамытуға еңбек етіп келесіз. Сіздің басшылығыңызбен облыстық Найзатас журналы мен Ертіс Дидары газеті жарыққа шығып келеді. Сонымен қатар сіз қоғамдық өмірге де белсенді араласып келесіз. Сіз көптеген істер атқарып жүрсіз, оны жұртшылық жақсы біледі. Мен де басқа өңірден келсем де, басқа өңірде еңбек істесем де сіз туралы көп әңгіме естіген болатын. Құрметті Арман аға, қазақ 60 жасты тал құс дейді, кемелденген ақылдың асқарына шықтыңыз, әдебиет әлемінен лайықты орын таптыңыз. Өз өлең жолдарыңызда айтқандай, әр алдында тазасыз, сондықтан сіз парасаттық пайыммен халыққа сүбелі ойлар осына береді деп сенеміз. Бүгін ұзақ жасаңыз, қаламыңыз талмасын аға. Қазақтың салт дәстүрі бойынша сіздің иығыңызда шапан жабуға рұқсат етіңіздер. Басқа да сөйлесіңіздер. Қошеметтеп қолыңыздар.